Ассаламу алейкум. Алдарыңызда кезекті қорап ашу. Бүгін біз арнайы тапсырыс бергенбіз. Бұл ғаламтор желісінде хит болып жатқан заттардың бірі. Бұл жуынатын бөлмеге арнайы душқа қойылатын лейканың бір түрі. Яғни бұның не ерекшелігі бар десеңіз, суды бүркеген кезде әртүрлі пішінде бүркейді, тесіктері де әртүрлі. Одан кейін осындай несі бар, жаңағыдай арқасында лопасть дейді ғой, вентилятордан суды бүркейтін шлангысы бар. Одан кейін жаңағы лейканың өзін қыстырып қоятын заты бар. Шлангысы 200 сантиметр, яғни 2 метр болып келеді. Көбінде бұндай шлангалар 1,5 метрмен шектелген, бұда 2 метр болып келеді. Бұны қазір біз арнайы сынақтан өткіземіз. Міне үфіріп жатырмыз, үфірген айналады. Енді жуынатын бөлмеге апарып, арнайы тексерістен өткіземіз қазір. Арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Жалпы қазір енді өз жуынатын бөлмеге арнайы тығамыз. Бұның астыңғы бөлігінде несі бар, орта белінде айтпақшы батырмасы бар. Батырман бір басатын болсаңыз қосылады, екінші бассаңыз стоп деп ағылшынша жазылып тұр. Бұл нені суды тежейді. Сонымен жалпы айтқан кезде астыңғы бұрандысы да стандарт болып келеді. Міне қазір тексеріп көрсетіп отырмын. Батырма басқаннан кейін айналады. Тура интернетте көрсеткендей, тура осындай пішінді көрсетіп тұрмын, көрдіңіз бе? Торланып су ағып жатыр. Одан кейін суда қолға тигізсеңіз, қысымы қатты деп ауыртады деп ойламаңыз. Кәдімгідей жай өзің байыпымен, өзің несімен, бабымен ағады. Жалпы жақсы зат, сапалы болып келген. Одан кейін барып ойымдағыдай шықты. Бағасы да видеоның соңында төбеде тұрады. Қызықты болса, жалпы жазып алдыруға болады. Бізде қазір айтқанда бар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, арнамызға тіркеліп, жалпы болашақта бұдан да қызықты видеолар салып отырамыз, әрі тоқталып отырамыз. Назар салып, көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет.